Атаның баласы болма, адамның баласы бол деп өсиет қалдырған қазақ халқының ғұлама ойшылы, данышпан ақыны Абай Құнанбаевтың туғанына биыл 175 жыл. Өлді деуге болама, айтыңдаршы, өлмейтұғын артына із қалдырған деп, төрелігін өзі шешкен Абай бүгінде бүкіл қазақ елінің мәртебесін көтеріп, әлемге танытып отыр. Абайда болған ақыл парасат, елім жұртым деп едігедей илқамын жеген халықшылдығы мен қайраткерлігі сөз жоқ, әке көргендігі. Жазушы Мұхтар Әуезов студент жастармен кездесулерінің бірінде Абай жолының алтын өзегі не деген сұраққа менің романымда айрықша көңіл бөлгенім әке мен баланың ара қатынасы деген екен. Назарларыңызда Мұхтар Әуезовтың Абай жолы эпопеясының қияда бөлімінен үзінді. Заман ауысты. Бүгінгінің ағымын түсініп болмайсың. Біздің кезіміз қандай еді? Әкелеріміздің күжілдеген даусын естігеннен ақ бәріне дайын тұратын едік. Бүгінгі заман азды. Жүгірмектер ата қонысын ойламай, солғылдақтық танытып, қаланың тас өмірін аңсайтын болыпты. Бұрынғы заманның жақсылығы сома. Қатар отырған бір туысқан елдер бірін-бірі шауып, шаншып, сойқаннан арылмаушы еді. Кемпір шал, қатын бала тыныштықпен ұйқы ұйықтап, түгелмен асын іше алмаушы еді. Осы тұрған Сыбан мен Тобықты арасында, Тобықты мен Семей арасында жалғыз жарым қатынаса алмаушы еді. Алып кетеді, жұлып кетеді деп ылғи ғана жасанып жүруші едіңдер. Сол заманда жақсы ме екен? Бәлі, ақсақалдарымыз қандай еді? Бір сөз айтса, бар қазақ қазық еді. Біз олардың бітімдерінен жамандық көрген жұртты көргеніміз жоқ. Абайжан, өмір бірде алдын, бірде артын берір. Бірде шуағы, бірде көлеңкесі түсер. Қайтсе де мұқалмастық керек. Дәурен ұзаған сайын ақыр заман белгісі арқандай бермек. Адам қолқы өзгеріп, азғындай түседі. Біздің заманымыз өзге, өзгені қойғанда, пайғамбар заманына жақынырақ. Бір табан жақын болса, ілкім артықта болар. Жақсылық пен игілікке алыс жақын жоқ. Алатаудың басы күнге жақын, бірақ басында мәңгі кетпес мұз жатады. Ал орында неше түрлі гүл, жеміс, неше алуан нәубеттер өседі. Жан жануарлардың баршасы содан қуат алады. Сіздер пайғамбарға Әбу Талыптан жақын емессіздер. Ол әкесі еді, бірақ Әбу Талып кәпір болатын. Жә, тоқтат. Сен оқыдың да, білім алдың, ұстаз көрдің. Ал біз надан өстік. Бірақ сол білімің жұрт алдында ата сыйлауды неге білдірмейді саған? Көп көзінше таласып кеп, әкенді сүрінткенде не мұратқа жетпексің? Ол кінәміз орынды, айып менде екен рас. Ғафу етіңіз. Орайы келгенде айтармын деп жүредім. Сенің басыңнан 3 түрлі мін көремін. Соны тыңда. Айтыңыз, әке. Ең әуелі, арзан мен қымбаттың парқын айырмайсың. Өзіндегі барыңды арзан ұстайсың. Бұлдай білмейсің. Көп күлкіге, болымсыз ермекке астыңды шашасың. Жайдақсың. Жайдақ суды ит те, құс та жалайды. Екінші, дос пен қасты сараптамайсың. Досқа досша, қасқа қасша қырың жоқ. Ішінде затқан сыр ұшығы жоқ. Жұрт бастайтын адам ондай болмайды. Басына ел үйілмейді. Үшінші, орысшылсың. Солай қарай ден қойып барасың. Дін мұсылман жат сынайтын ескермейсің. Осы үш айтқаныңыздың үшеуіне де дау айтам, әке. Өзімдікі дұрыс деп айтам. Ең әуелі жайдақ суға теңгердіңіз. Қолында құралы бар, жалғыз жарымға ғана пайдасы ететін шыныраудағы су болғанша, құралды, құралсыз, кәрі, жасқа түгел пайдасы тиетін жайдақ су болғанды артық санаймын. Екінші, ел алатын тәсілді айттыңыз. Ел билейтіндердің мінезін айттыңыз. Менің білімше, ел бір заманда қой сияқты болған.
бір қора қойды жалғыз қойшы айт десе өргізіп, шайт десе жусататын болған. Ертең келе ел түйе сияқты болды. Алдына тас лақтырып шөк десен, анырып барып қана бұрылады. Ал қазіргі ел бұрынғы көрбалалықтан, нашар, момындықтан сейіліп, көзін ашып келеді. Ендігі ел жылқы сияқты болды. Аяз бен боранда, жауын шашында топ не көрсе, соны көруге шыдаған, жанын аямаған. Етегін төсек, жен жастық қылған бақташы ғана бағалады. Жанашыры бар, жақсылық пайдасы бар ғана кісі бағады. Үшінші, орысты айттыңыз. Халық үшінде, өзім үшінде, дүниенің ең асылы білім, өнер. Сол өнер орыста. Мен барлық тірліктен ала алмаған асылды содан алатын болсам, ондай жер жатын бола ма? Жатырқап, қашықтауын надандық болса болар. Бірақ қасиет болмас.